Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім оңдаш біржанұлы, мен дәрігер-реабилитологпын. Бүгін сіздерге қимыл қозғалыста бақылауының физиологиясы жайлы, жалпы қимыл қозғалысты бақылауының физиологиясы жайлы бірнеше бейнеролик болады. Соның мынау алғашқысы. Бүгінгі бейнероликте сіздерді қимыл қозғалысты бақылауына қатысатын ми аймақтары жайлы жалпы көзқараспен, жалпы түсінікпен түсіндіріп өтемін, және нейронды кішігірім толығырақ анықтап түсіндіріп өтемін. Назарларыңызға рахмет. Ал ендеше бастайық. Қимыл қозғалысты басқару теориялары және физиологиясы. Негізгі тұжырым бұл жерде қимыл қозғалысты басқару теориялары тек дерексіз, дәлелсіз емес, олар жүйке жүйесінің құрылымы мен қызмет туралы қазіргі ғылыми зерттеулерге негізделуі тиіс. Қозғалыстың пайда болуы ол қозғалыстың қабылдау, әрекет және әрекеттің нәтижесі, яғни танымдық процестерінің өзара байланысынан туындайды. Қозғалыс осылай пайда болады. Бұл жүйенің күрделілігі әрбір жүйенің ішінде ақпарат өңдеу көптеген деңгейлері бар. Бастапқы сезімнен бастап мидағы күрделі интерпретацияға дейін. Ал толығырақ түсіндіретін болсақ, біздің денемізге тиген ақпарат қабылдаудан бастап, қабылдаудың өзі сезінуден бастайды, яғни перифериялық рецепторлар, одан кейін қабылдау процесі жүзеге асады, бірінші және екінші сенсорлық қыртыстар, одан кейін интерпретациялау, төбешүйде және самай бөліктерінде жоғары деңгейлі сенсорлық өңдеу аймақтарында әрі қарай тұжырымдама жасау, яғни префронталды қыртыс және басқа жоғары деңгейлі ассоциациялық аймақтарда әрі қарай стратегиялық жоспарлау, қосымша қозғалтқыш қыртысы, яғни базальды ганглиялар мен ойшықта. Және бұл эффекторлық, яғни қозғалтқыш аймақтың жүзеге асуына алып келеді. Былай жатқан кезде белсендіру, активтендіру, басқаша айтқанда, ол бастапқы бірінші қозғалтқыш қыртысы базальды ганглиялар мен миышықтың импульсына, миышықтың жұмыс жасауына алып келеді. Одан кейін әрі қарай жұлын арқылы сигналдар орындауға бағытталады. Орындау мотонейрондар бұлшықетпен буындар арқылы нақты қозғалыс жасау. Бұл жалпы қозғалысқа қатысатын танымдық қабылдау және әрекет байланыстарының әрекет бөліктерінің да, былайша айтқанда, осылардың өзара байланысын көрсетеді, қалай жүзеге асатын. Қабылдаудан әрекетке дейін сезу, қабылдау, интерпретациялау, тұжырымдама жасау, стратегиялық жоспар, белсендіру және орындау процестері жүріп өтеді. Осының барлығы басынан бастап, сезгеннен бастап, қандай жауап беретін жалпы танымдық процесс жүреді. Яғни ол танымдық процесс жалпы басқа да бір емес бірнеше іс-әрекетті, бірнеше стимулға тез жауап қатуға көмектесетін жақсы процесс, былай айтқанда. Ал әрі қарай жүйке жүйесінің ұйымдастырылуы. Қозғалысты басқару көптеген ми құрылымдарының бірлескен жұмыс арқылы жүзеге асады. Ақпарат екі жолмен өңделеді. Бұл иерархиялық өңдеу, яғни біздің қолымыздан тиген кезде осы рецепторлық аймақтан бастап нерв жүйесімен жоғары көтеріліп, осы жоғары барлық мидың бөліктерінен өтіп, жоғары барып, содан кейін осы түскен сигналға қандай жауап беретін шешім қабылдап шешу, осы иерархиялық жол болып табылады. Және параллельді өңдеу. Параллельді өңдеу ол секунд ішінде, миллисекунд ішінде жүзеге асатын іс-әрекет, яғни сигнал түсті, миллисекунд ішінде жауап дереу тез қайтады. Иерархиялық өңдеу орталық жүйке жүйесінің төмен деңгейінен жоғары деңгейіне қарай жүйелі түрде өңделу. Параллельді таралған өңдеу бір сигналдан бір уақытта бірнеше ми құрылымдарының қатарынан өңделуі. Бұл жерде жалғыз ми емес, бұл жұлынның деңгейінде де өңделу осы параллельдік
өңдеуге болып табылады. Иә, одан бөлек миға сигнал барған кезде бұл тек бір ғана сигнал бір жолмен жүріп отырмайды, ол жолдан тарап параллельді басқа ми аймақтарына да сол сигнал барып тұрады. Оны әрі қарай келесі слайдтарда сіздерге көрсетуге өтемін. Иерархиялық өңдеудің қызметі. Жоғары деңгейлі ми орталықтары ақпаратты абстракциялаумен айналысады. Яғни қабылдау жүйесінде көптеген сезім мүшелерінен келген ақпараттар біріктіреді және мағынасын түсіндіреді. Әрекет жүйесінде белгілі бір тапсырманы орындау үшін қозғалыс жоспарлары мен стратегияларын құрайды. Төменгі деңгейлі ми орталықтарында қабылданған шешімі орындау үшін жауапты егжей-тегжейлі бақылау және реттеуді жүзеге асырады. Параллельді өңдеу және танымдық жүйенің рөлі. Параллельдік өңдеу, мысалы мишық пен базальды ганглийлер бірдей сигналды қабылдап, жоғары деңгейдегі қозғалыстық ақпаратты бір уақытта өңдейді, содан кейін әрекет жасау үшін қозғалтқыш қыртысқа қайтарады. Танымдық жүйесіне байланысты. Танымдық жүйесі қабылдау мен әрекет жүйелері толықтай қиылысады. Жұлын ми бағанасы, мишық және ассоциациялық қыртыс сияқты көптеген ми құрылымдарының әрекетіне әрі құрылымдарында әрі қабылдау, әрі әрекет компоненттеріне қатар кездеседі. Танымдық жүйе жалпы бұл мына жерге шейін деген көзқарас емес, бұл ағылшынша айтқанда memorizing, cognitive деген сөз ғой негізі. Когниция, яғни болып жатқан процестің қайталануының реттілігін түсініп алу. Менің түсінуімше танымдық осы. Таным ол біраз нәрсеге жалпы қатысады, оның шегі мына жерге деп нақты айтылмаған. Келесі слайд. Жалпы қозғалыс миды қарастыратын болсақ, мидың құрылымын қарастыратын болсақ, ми жалпы екі бөліктен тұрады деп айтсақ болады. Ол бас миы және жұлын деп бөлінеді. Қазіргі кезде бас миы, мына суретте слайдта жұлын ең төменгі мына жерде көрсетіледі. Одан кейін ми бағаны. Ми бағаны өзі сопақша ми көпірі ортаңғы мидан қамтиды. Және кейбір кезде мишықты ми бағанына қосады, кейбір кезде бөлек қарастырады. Осы ми бағанының артқы жағында аяқшалармен тіреліп байланысып тұрған өзіндік құрылым. Әрі қарай алдыңғы миды үлкен ми сыңарлары, яғни осы үлкен ми сыңарлары дейді. Өйткені мынау ішкі сагиталды бейне болғаннан кейін, жалпы миды қарайтын болсақ, бұл екі бөліктен тұрады. Сондықтан ми сыңарлары деп аталады. Тегенцефалон терминмен атайтын болсақ, және аралық ми диэнцефалондан тұрады. Құрамында ми қыртысы, көріп тұрғандағыдай, және диэнцефалонға, аралық миға таламус, гипоталамус, кейбір әдебиеттерде эпиталамус деп те бөліп қарастыратын ми құрылымы бар. Және одан бөлек базалды ганглиялар, амигдала және гиппокамп кіреді. Осы бәрі диэнцефалонға кіреді. Жалпы қарастыратын болсақ, мидың құрылымын алдыңғы ми деп алатын болсақ, алдыңғы мидан теленцефалон мен диэнцефалон кіреді. Теленцефалон бұл үлкен ми сыңарлары, диэнцефалон бұл аралық ми, таламус, гипоталамус кіреді. Ортаңғы миға мезенцефалон, жалпы өзінің ортаңғы мидың өзі-ақ кіреді. Әрі қарай артқы ми немесе төменгі ми деп те айтады, соңғы ми деп алдыңғы ми деп айтпақшы. Артқы ми деп айтады, бұл метенцефалон, ми көпірі, мишық, және метенцефалонға сопақша ми кіреді. Жалпы айтқанда бұл ми бағаны ғой, артқы ми. Жалпы мидың анатомиялық түрде қарастыратын болсақ, айтып өткендей, жұлын, сопақша ми, ми көпірі, мишық, үлкен ми сыңарларының самай үлесі, маңдай үлесі, шеке үлесі және шүйте үлесі деп осындай төрт үлеске, төрт аймаққа бөледі. Мына жерде стрелка дұрыс көрсетілмеген орталық жүлге міне тұрған осы орталық жүлге болып табылады. Орталық жүлгенің артқы
қатпары орталықтың алдыңғы қатпары. Бұлар жалпы мида біз қимыл қозғалыстың жүзеге асуына осы зоналарда, мидың осы зоналары, осы аймақтары, осы үлестері жарақатталатын болса, травманың салдарынан немесе инсульт, инфаркттің салдарынан зақымданатын болып жатырса, қай зона зақымданғанын, қандай функциялардың жоғалғанына байланысты, яғни топикасы бұл зақымдану ортасын, зақымдану нүктесін анықтауға болады жалпы. Өйткені бұл жерде анатомияны кітаптарын ашып қараған кезде нақты орналасқан қай зона қай қимыл қозғалысқа, қай аяққа қай зона қолға, қолдың функциясына жауап беретін бұл жерде нақты көрсетілген. Өкінішке орай бұл ақпарат менің слайдтарымда жоқ. Мен қазір айтып жатқан кезде есіме түсіп кетіп айтып жатырмын жалпы. Бұлай слайд жасау барысында ойыма келмепті бұны енгізу. Ал енді жұлыннан бастайтын болсақ, жұлын қабылдау әрекет иерархиясының ең төменгі деңгейі. Бұл жұлынды жалпы өткізгіш жол ретінде қарастыруға да болады. Жұлынның функциялары бұлшықеттерден, буындардан және теріден келетін сомотосенсорлық ақпараттарды бастапқы қабылдау және өңдеу. Мотонейрондар арқылы дене қалпы қозғалысты рефлекторлық және ерікті түрде басқару. Сенсорлық кіріс, яғни қабылдау және қозғалыстық шығыс әрекет арасындағы қарапайым байланыс. Шерингтон жалпы мұны ақырғы жалпы жол деп те атаған. Бұл жерде ескеріп өтетін нәрсе бар. Анатомияны жалпы медицинаға қатысы бар мамандар, дәрігерлер болып жатырса, жалпы жұлынның бұдан да басқа функциялары бар жалпы айтқан кезде. Біз бұл жерде қимыл қозғалысты қарастырғаннан кейін, қимыл қозғалысты бақылауды қарастырғаннан кейін, біз тек сол қимыл қозғалысты бақылау негізінде жұлынды қарастырамыз. Біз жұлынның жалпы ми бөліктерінің басқа да жауап беретін функцияларын, мысалы гормондарға қалай жауап береді, одан да басқа функционалдың барлығын біз қарастырмаймыз. Бұл слайдтарда жалпы тек қимыл қозғалысқа қатысы бар жағын ғана қарастырамыз. Соны ескерген дұрыс. Әрі қарай ми бағаны жұлыннан жоғары жағында орналасады. Сопақша ми, ми көпірі және ортаңғы ми. Яғни сопақша ми медула, ми көпірі понс және ортаңғы ми осы жерде орналасқан. Оның ми бағанның функциясы бұл позамен, яғни орналасу, адамның кеңістікте орналасуы мен локомоцияны басқаруға, яғни қимыл қозғалысты басқаруға қатысатын маңызды ядролар, яғни вестибулярлық ядролар, қызыл ядролар және ретикулярлық формация немесе торлық формация қамтиды. Осында орналасқан. Өрлеу және төмендеме жолдары жалпы миға баратын стимулдар, сигналдар өрлеу жолдары арқылы жүзеге асады. Ал мидан келетін жолдар барлығы төмендеме жолмен, яғни эффекторлық жолмен жүзеге асады. Бас терісінен, бұлшықеттерінен, жалпы адамның денесінен емес, одан бөлек бастан да келетін, бұлшықеттерінен, терісінен келетін барлық сигналдардың барлығы, импульстардың барлығы осы ми бағанына арқылы өтеді. Мойын, бет, көздің қозғалыс қызметін басқару, есту және дәм сезу үшін аса да маңызды. Осы барлығы ми бағанында жүзеге асады. Әрі қарай біздің сергектігіміз бен санамызды реттейтін торлық құрылым немесе ретикулярлық формация сондай-ақ осында орналасқан. Біз таңертең ұйқымыздың қанық болып тұрған кездегі гормоналды выброс дейді ғой, былайша айтқан кезде, бірінші таңертең оянар алдында осындай ұйықтаған кезде жарықтың өшуінен болатын процестерді, ретикуляциялық формацияның қызметі, адамның ұйқысының қанық болуы, адамның
адамның жалпы өз-өзін сезінуі, назарының толық болуы, күшінің жеткілікті болуы, адамның ұйықтағанда қайта қалпына келуі, осының барлығына жалпы ретикуляциялық формация жауап береді. Жалпы бұл ретикуляциялық формацияны қарастыратын болсақ, бұл жалпы өз алдына үлкен бір тақырып негізінде. Біз тек бетін сипап, қысқадан қысқа айтып өтіп жатырмыз. Әрі қарай мыйшық. Мыйшық ми бағанының артында орналасқан және оның аяқшаларымен, яғни педункулес латын тіліне алатын болсақ, арқылы байланысқан. Мына жерде суретте мыйшықтың орналасқаны көрсетіліп тұр. Мына жерде олива ядрасы, ми көпірі. Осы жерде артында мыйшық. Мыйшық өзі үш аяқшамен байланысады: жоғарғы, ортаңғы және төменгі аяқшаларымен. Бұл жерде қызметін қарастыратын болсақ, жұлыннан қозғалыс туралы кері байланыс және ми қыртысынан қозғалысты жоспарлау ақпарат сигналдарын алады. Мақсат етілген әрекетті сенсорлық сигналдармен салыстырып, қате кеткен жағдайда қозғалыс пәрмендерін жаңартады және реттейді. Қозғалыстардың күші мен ауқымын модуляциялайды. Қозғалысты үйренуге қарапайым бейімдеуден бастап күрделі дағдыларға дейін қатысады. Мыйшық жалпы біздің екінші ми деп те қарастыруға болады. Үйренуге, қозғалысты басқарғанға өте зор ауқымды рөл атқарады. Және мыйшыққа біздің енді тепе-теңдік сақтау ғой. Көбінесе адамдар ойлауы мүмкін, тепе-теңдік сақтағанға адамның аяқ қолынан келетін ішкі сигналдардың өзі жеткілікті деп. Алайда бұл жерде бір үлкен тепе-теңдікті сақтау үшін келетін сигнал бар, бұл біздің көзімізден келетін сигнал. Біз көзбен кеңістікте заттардың қандай қашықтықта орналасқанын бақылап көре аламыз. Және осы көзбен түскен ақпарат, қолмен ұстаған ақпарат, жүрген кездегі ақпараттардың барлығы бір-бірімен байланысып, әрі қарай қалай қозғалыс жүзеге асу керектігін осы мыйшық шешіп отырады. Менде осы құлау себебінен травма алып, мыйшығына зақым тиген науқас болған. Науқаспен жұмыс жасағанмын. Сонда осы мыйшықтың өте жоғары маңызды екеніне көзім жетті. Өйткені көріп тұрған ақпаратты сезіп тұрған ақпаратпен байланыстыру бұл науқасқа өте ауыр тиетіндігін. Бір орында тепе-теңдікті ұстап тұрып, басқа жаққа қарау, өзінің айналасын қараудың өзі үлкен миына салмақ түсіретіндігін, жүк болып, өйткені қолмен ұстап тұрғанда сигналдар барып жатыр да, төрт тағандап тұрған кезде. Одан кейін жан-жаққа былай қараудың өзі үлкен қиындық тудыратындығы. Мысалы, көзбен бір нәрсені бақылап тұрып, қаламды алып қолда ұстап тұрып, басқа нәрсе, көзбен осыны бақылап тұрып, басқа нәрсені істету өте ауыр, және оның салдары да болатындығын, өйткені басы айналып, кішкене тез шаршап қалатындығын. Сондықтан мыйшықтың рөлі біздің ағзамызда өте зор. Жалпы мидың барлық бөліктерінің рөлі өте зор, бірақ енді қазіргі соңғы жақын арада айналысқан науқасымда осындай мәселе болғаннан кейін одан сайын мыйшықтың рөлі де зор екеніне көзім жетті деп айтсам болады. Әрі қарай аралық ми және үлкен ми сыңарлары. Аралық мидың құрамы ол таламус және гипоталамус. Таламустың рөлі параллельді кіріс жолдарынан жұлын, мыйшық, ми бағаны, ми қыртысынан келетін ақпаратты басым бөлігін өңдейді. Сенсорлық жолдар таламуста өңделу кезінде және қыртысқа таралу кезінде бір-бірінен оқшауланған бөлек күйде сақталады. Гипоталамус қимыл қозғалыстан гөрі оның басқа ішкі гормондардың секрециясында рөлі, ішкі адамның вегетативті болып жатқан адамның басқаруынан автономды процестерге қатысы жоғары деп танимын, деп білемін. Гипоталамустың рөлі ол вегетативті жүйке жүйесін реттеу, эндокриндік жүйке жүйені басқару, яғни липидендер, статиндер, окситоциндер және тағы басқа гормондар арқылы біздің гормон жүйесіне қатысты басқа гормон, мысалы қалқанша безі,
ұйқы безі, надпочечник және тағы басқа осындай жүйке бездеріне, біздің бездерімізге, осы гормондық эндокриндік жүйенің бездеріне әсер етеді. Осылай әсер етеді өзінің гормон статиндер, либериндер және тағы басқа гормондарды бөлу арқылы. Және одан бөлек гипоталамус термореттелу, яғни дене температурасын бақылауы. Өйткені біз температурасы тұрақты жатамыз, яғни біздің температурамыз ылғи өзінің регуляция жасап 36-6, сол аралықта 36-6-ға жеткізіп ұстауға тырысады. Және одан бөлек ашығу, шөлдеу сезімі, осының барлығы сигналдары осы гипоталамус арқылы жүзеге асады. Үлкен ми сыңарлары, бұған ми қыртысы және базальды ганглийлер кіреді. Базальды ганглийлер қозғалысты бақылауда жоғарғы когнитивті аспектілер, мысалы қозғалысты стратегиялық жоспарлауға жауап береді. Базальды ганглийлер, жалпы базальды ганглийлердің рөлі, бірнеше рөлі бар. Ол біздегі нейронды қарастырған өзінде де ол нейронмен бірге осы базальды ганглийлер жүреді. Базальды ганглийлерге астроциттер, тағы да басқа мидағы бар клеткалар, жасушалар жатады. Ми қыртысынан ақпаратты алып, оны таламус арқылы қозғалыс қыртысына кері жібереді базальды ганглийлер. Одан бөлек ми қыртысы қозғалысты бақылау иерархиясының ең жоғарғы деңгейі. Шеке және қозғалыс алды аймақтар кеңістіктегі нысаналарын анықтауға, іс-әрекеттің бағытын таңдауға және қозғалыстың бағдарламалауға ие. Біз затты көріп тұрып, оған барар алдында қандай бағдарламалар қосылатын реттеу, осы жоспарлау барлығы осы ми қыртысында жүзеге асады. Және пәрмендерді, қозғалтқыш пәрмендер дегеніміз бұл айнымалылардың қозғалтқыш қыртысы мен ми бағанымен жұлынға жібереді. Қалай қозғалу керек, қаншалықты күш жұмсау керек, осының барлығы ми қыртысы арқылы жүзеге асады. Жүйке жүйесінің ұйымдастырылуы. Айтып өткендегідей, жүйке жүйесінің ұйымдастырылуы иерархиялық және параллельді түрде жұмыс істейді. Мұның өзіндік артықшылығы бар. Бұл жоғары деңгейлер төменгі деңгейлерге ғана әсер етіп қоймайды, жұлын мотонейрондарында тікелей тәуелсіз әрекет ете алады. Яғни бұл рефлекс. Ыстық, қандай да бір үлкен ауырсыну сигналдары келіп жатырса, біз миымызға сигнал барады, бармайды емес, барады, оған бөлек барады. Біз ол барам деген үшін параллельді жұлынның деңгейінде біз қолымызды тартып аламыз. Сондай артықшылығы бар, жалпы айтқанда. Функциялардың қабаттасуы. Қажет болған жағдайда бір жүйе екіншісінің қызметін өз мойнына ала алады. Яғни ми қыртысы зақымданған кезде инсультінің салдарынан осы иерархиялық және параллельді, яғни бір ғана бөлігіне емес, сол сигнал екінші бөлігіне де бару арқылы басқа зоналар, мидың басқа аймақтары, оның функциясы жоғалған ми аймақтарының несін нейропластикалық деп атайды ғой, сол арқылы жүзеге алып жаңа зона қалыптастыруға мүмкіндігі бар. Осының артықшылығы, яғни сигнал мидың басқа бөліктерін басқару арқылы, яғни бір ғана қандай да бір сигнал барады, ми аймағы бұзылса, біз қалай түсіндірсем болады. Мысалы, жаңағы мишығы зақымданған науқасты да қарастыратын болсақ, сигнал, мысалы, біздің көзден, аяқ қолымыздан, денемізден барлық жеріне сигнал жалғыз мишыққа бармайды, ол мидың басқа бөліктеріне де барады. Науқас соның арқасында қиындықтармен, қимыл қозғалыстар дұрыс модуляциянбайды, яғни қимыл қозғалыс жасағанда апыр-топыр, шалт-шұлт, дұрыс емес, тарсылдатып, мысалы, аяқты көтер дегенде ол жай қойып, жай түсіру, өкінішке орай, соны модуляциялауға, мысалы, мишықтың рөлі зор. Мишық дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін ол тарс-тұрс еткізіп, сөйтіп жасайды. Яғни, бұл жерде бұны неге айтып отырмын? Бұл өйткені параллельді жүйенің артықшылығы. Өйткені сигнал аяқты қойып түсіргенге тек мишық қана жауап берген кезде, иерархиялық жүйеден қарастыратын болса, онда ол мишық зақымданғаннан кейін ол команданы, ол функцияны орындай алмайтын еді.
Ал қазіргі кезде 2 зона, одан да бөлек 3 зона, 4-5 зона осыны параллельді жан жаққа барғаннан кейін ми басқа зоналар арқылы осыны жүзеге асырады. Яғни бұл 100% қалыпқа келіп бұрынғыша қалыпты жасамайды. Қиындықпен жасайды, қате жасайды. Негізгі ой бұл жерде жасалынып тұр. Сондықтан параллельді сигналдың берілуі бір үлкен бір біздің миымыздың артықшылығы деп айтсақ болады. Балама жолдардың болуы жүйке жарақаттарынан кейінгі функциялардың қалпына келуін мүмкіндік береді. Біздің миымызда бір ғана қатып қалған жол емес, ол бірнеше жолдар. Біздің миымызда барлық жолдар бірнеше ми бөліктері арқылы, ми құрылымдары арқылы байланысқан. Ал әрі қарай менің ең сүйікті слайдым деп айтайын ба. Бұнда мида процесс қимыл қозғалыстың болуын абстракты суреті. Бірінші мына жерден бастайтын болсақ, тәуелсіз сенсорлық жайт немесе сенсорлық ақпарат. Бұл афферентті кіріс жолы, яғни сезімталдық сезгіш кіріс жолы. Кіріс жолынан бұл жерде сигнал 2 жолға бөлінеді, яғни екі параллельге бөлінеді. Мына жағы иерархиялық жаққа кетіп бара жатыр. Бірінші осы сегменттік жұлынның байланысы, яғни жұлындық бөлікке де сигнал барады. Егер бұл сигнал ауырсыну, сондай сияқты ауырсыну сигналы немесе тағы қандай да бір сигналдың түрі болатын болса, бұл ақпарат сегмент деңгейінде дереу жауап қатады. Яғни бұлшықет арқылы қолды қозғау, тарту сол секілді осындай жүзеге асады. Егер бұл ақпарат ондай ауырсыну секілді ондай істемесе, яғни мына жерде нейронның, сегменттік нейронның қосуы жүзеге аспайды. Яғни бұл жерде ақпарат келеді, әрі қарай ештеңе етпейді. Ал әрі қарай бұл ақпарат жоғары қарай көтеріледі де мидың қозғалыстық емес аймақтарына, ми қыртысының қозғалыстық емес аймақтарына, одан бөлек таламус арқылы қозғалыс алды ми қыртысының аймақтарына, одан бөлек қозғалыс қыртысына тарайды. Одан бөлек бұл ақпарат қозғалыс емес аймақ арқылы мишыққа тарайды, мишықтан кейін ми бағанына тарайды. Ал қозғалыстық емес ми қыртысынан қозғалыс алдыға өз алдынан тарайды, одан кейін қозғалыс қыртысына тарайды. Ақпараттар мишықтан ақпарат қайттан қозғалыс аймағына тарайды. Өйткені мишық біздің қозғалысты сигналды модуляциялап дұрыстап, яғни қаншалықты қай бұлшықет қаншалықты қозғалу керек деген ақпаратты модуляциялап кеңістікпен байланыстырып жібереді осында қимыл қозғалыс аймағына. Бұл ақпарат жалпы ми бағанына түседі. Одан бөлек ми бағанынан өтпей төмендеме жолмен, осының барлығы жаңа ақпарат түсуі жоғарылама жол болды ғой, өрлеме жол болды. Төмендеме жолдан descending pathways, ascending pathways. Сол арқылы ақпарат 2 жолмен түсіп тұр. Бұл жерде ақпарат параллельді түсіп тұр, бір ақпарат ми бағаны арқылы, ми бағанынан айналып өтіп сегменттер арқылы төменгі сегменттен қайттан жоғары сегментке ауысады. Төменгі сегмент, жоғарғы сегмент, яғни жол қимыл қозғалыс жасау керек аймақтың біз жолынды қарайтын болсақ, ол өтіп бөлініп қалған әр зона, жолының әр бөлігі, сегменті қандай да бір бұлшықет тобына, қандай да бір зонаға жауап береді. Бұл жерде суретте тағы көрсетілмеген, өйткені жалпы мойынның сегменттері біздің жұлында сегменттер бар. Олар мойын сегменті, кеуде сегменті, орысша оқуды бұл жақта поясничный сегмент, құйымшақ сегменті болып сөйтіп бөлінеді. Әр зона өзіндік жауап беретін, әр сегмент өзіндік жауап беретін зонасы бар. Мысалы, мойын ол бас пен мойында сезіну, мысалы иықты сезіну, мойын сегменттері. Одан кейінгі сегмент
мойынның сегменттері қолға жауап беріп не қылып осындай сияқты да. Сол секілді ақпарат бір сегменттен жалғыз тек бір ғана сегментке түспейді, ол бірнеше сегментке түседі. Сол арқылы бірнеше сегменттегі бұлшықеттер қозғалады. Қозғалыстан кейін қозғалыс пайда болады. Қозғалыстан кейін қозғалыстың салдарынан туындайтын сенсорлық ақпарат қайтадан афферентті, яғни сезімталдық жолға түсіп, ол ақпарат біздің неге барады? Миышыққа барады. Миышыққа барады, қайтадан қозғалыстың бағана айтып өткен жолдарынан өтеді. Сол миышық бұл жерге маңызды, өйткені миышықта өткен видеороликтерде айтып түсіндіріп өткен едім. Жолдар бар ғой, қалай еді, есіме түспей жатыр, қазір айтамын. Есіме түсті, бұл Шмидттің схема теориясында осындай танымдық схема. Сол жүзеге асу үшін осы мысалы миышыққа қайта ақпарат түсу керек, соны айтайын деп едім. Ал әрі қарай енді жалпы осы нерв жүйесінің бірлігі ретінде айтып өту керек. Бұл нейрон. Бұл орталық жүйке жүйесінің негізгі бірлігі болып табылады. Так, мына жерде слайдта көрінбей қалыпты. Мысалы қарайтын болсақ, мынаның бәрі осы перифериялық нерв жүйесі, орталық нерв жүйесі, орталық жүйке жүйесі, перифериялық жүйке жүйесі. Осы әрбір талшық жалпы осылай қарастыруға болады. Мұның құрамында майда әр зонаға, әр сегментке, әр бұлшықетке жауап беретін жүйкелер бар. Жүйкелер бұлар дендриттен тұрады. Жүйке жасушасы жүйке денесінен, дендриттерден және аксоннан тұрады. Аксонның соңында келесі жүйке жүйесінің несінен беретін, дендритіне беретін байланыстар болады. Жалпы нейронның анатомиясынан бастап түсіндіріп өтетін болсам, нейрон анықтамасын айтып өту керек. Нейрон дегеніміз бұл электрохимиялық сигналдарды өндіруге, яғни пайда болдыруға, генерацияға өндіру дегеніміз сол. Өткізуге, яғни бір нейроннан екінші нейронға өткізу, беруге, яғни өзіне генерациялық жасалынған сигналды бергенге маманданған жүйке жүйесінің қарапайым құрылымдық және функционалдық бірлігі. Айтарлықтай морфологиялық әртүрлілігіне, гетерогенділігіне қарамастан, барлық нейрондар үш негізгі бөлікті қамтиды. Жасуша денесі, дендриттер және аксондар. Жасуша денесі дегеніміз, мына суретті қарайтын болсақ, сома деп көрсетіліп тұр. Осы жасуша денесі және дендриттер, аксондар. Аксондардың дендриттерден айырмашылығы, аксондар ұзынша болып келеді. Аксондар бір түрде бір ғана бір-екі денеден ғана тұрады. Ол және аксондардың сыртын миелиндер қаптайды. Осы миелиндердің арқасында аксондар сигналды бір денеден екінші денеге тез береді. Жалпы нейрон құрылысы мен атқаратын қызметіне қарай нейрондар үш түрге бөлінеді. Сезгіш нейрондар, бұл рецепторлардың қызметін атқарып қозуды сезім мүшелерінен орталық жүйке жүйесіне жеткізеді. Яғни бұл рецепторлық нейрон немесе сезгіш нейрон деп айтады. Бізге сырттан түсетін ақпараттың барлығы, мысалы қолмен ұстаған кезде түсіп тұрған ақпараттың барлығы да, осының бәрі мына жерде импульс пайда болып, содан жоғары қарай көтеріліп барады. Осы сезгіш нейрондар болады бірінші. Екінші, байланыстырғыш нейрондар. Біздің денемізде, мысалы, мидың байланыстырғыш нейрондардың ұзындығы 1 нанометрден одан әрі қарай жоғары 1,5 метрге шейін бар деген деректер бар. Енді оның шындығын мен әлі терең қазып қарамадым, естеріңізде болсын. Жалпы екінші, бұл байланыстырғыш, бұл бір нейронды екінші нейронмен байланыстырғанға жауап береді. Біздің қолымызда сезгіш нейрондар, жалпы олар ұзын емес, олар қысқа болады. Олардың денесінде, мысалы, классикалық нейронды қарастырған кезде дендрит бар, денесі бар, аксон бар ғой. Ал олардың денесінде олар бір-бірімен нығыз байланысып, денесі қай жерде екенін көрінбей қалып, бірден
дендриден аксонға өткендей болып тұрады. Сезгіш нейрондардың айырмашылығы бар сондай. Осы сезгіш нейрон қысқа болғаннан кейін сол байланыстырғыш нейрон арқылы жоғары қарай ақпарат кетеді. Үшінші, қозғалтқыш нейрон. Жалпы байланыстырғыш нейрон біздің миымызда ассоциацияға жауап береді. Одан бөлек базальды ганглийлер, жалпы ганглийлер байланыстардың болып мида ақпараттар өңделуіне жауап береді. Одан бөлек қозғалтқыш нейрондар. Қозғалтқыш нейрондар қозуды орталық жүйке жүйесінен бұлшықеттер мен бездерге жеткізеді. Қозғалтқыш нейрон біздің қимыл қозғалысымыз жасаған кезде мидан келетін сигнал, мидан келетін бағдарлама жалпы осы қозғалтқыш нейрон арқылы барып бұлшықетке әсер етеді. Нейронның рөлі. Нейрон жұлын мен ми иерархиясында ең төменгі, бірақ ең маңызды деңгей. Орталық жүйке жүйесінің деңгейлерінің арасындағы байланысты және ақпаратты алмасуды қамтамасыз етеді. Нейронның негізгі қасиеті бұл тыныштық потенциалы, әрекет потенциалы, синапстық беріліс. Нейронда мысалы былай қарастыратын болсақ, сезгіш нейронды қарастыратын болсақ, біз қолымызбен ұстаған кезде аузымызда біздің рецепторлар бар, тілімізде. Мысалы тамақты алған кезде, тамақты жеген кезде бізде химиялық процесс жүріп жатады тілімізде, және қандай да бір деңгейден асқан кезде ол импульс пайда болады. Сол импульс тыныштық тұрған потенциалды оны әрекет потенциалына алып келіп, яғни қозу пайда болады. Сол қозу пайда болғаннан кейін ол аксон арқылы екінші миелінің бөлігінде сол жерден қоздырып, сол жерге барады, ол жерді қоздырып келесіге барады, осылай барып миға жетеді. Миға жетіп әрі қарай өңделеді. Сол нейронның негізгі қасиеттері бұл жерде тыныштық потенциалы, әрекет потенциалы, жалпы жай тілмен айтқан кезде осы қозғаннан кейін жайымен қалыпқа келу, қалыпқа келген кезде тыныштық потенциалы жүзеге асады, және синапстық беріліс. Синапстық беріліс дегеніміз ол бір нейроннан екінші нейронға берілу. Қысқаша айтып өтетін болсақ, тыныштық потенциалы бұл тыныштық күйдегі нейронның ішкі ортасы мен ішкі ортасын сыртымен салыстырғанда әрқашан теріс электр зарядқа ие. Нейрондарда былай қарастыратын болсақ, біздің клеткамызда сыртында натрий көп, ішінде калий көп. Сол натрийда, калийда жалпы оң зарядты химиялық элементтер деп айтсақ болады. Оң зарядты химиялық элементтер. Сыртта натрий көп болып, іште калий аз болғаннан кейін барлық натрий сырттан ішке кіргісі келеді, іштегі калий сыртқа шыққысы келеді, жалпы айтқан кезде. Екеуінің де осылай елестететін болатын болсақ, қолымызға осыны вольтометрді алып өлшейтін болсақ, клетканың сыртындағысы потенциал 0 болып тұратын болса, ішкі жасуша ішіндегі тыныштық потенциалы жалпы -70 микровольт болып тұрады. Жасушаның қоздыру үшін, ол потенциал пайда болып келесіне берілу үшін бұл +30 микровольт болу керек. Бұның себебі химиялық иондардың әркелкі таралуы, жасуша ішінде калий иондарының көптігі, жасуша сыртында натрий иондарының көптігі. Жасуша мембранасында калий каналдары мен электрлік сорғы осы теріс потенциалды тұрақты сақтап тұрады. Бұл потенциал өзіне өзі қалыпқа келіп тұрған жоқ. Бұның қалыпқа келтіріп тұратын, регуляция жасап тұратын өзіндік каналдар бар. Бұл электрлік канал деп те айтайды. Ол өйткені жалпы айтқан кезде бұны биохимияда тұрғына қарайтын болсақ, өзіндік қандай да бір себептерден ашылып, натрий калий иондарының алмасуына алып келетін каналдар бар. Одан бөлек ішкі жағдайды реттеу үшін үш натрийді ішке кіргізіп, 2 калий сыртқа шығаратын өзіндік натрий калийлік насос немесе натрий калийлік сорғы деп атайды. Ол енді энергия жұмсаумен жүзеге асатын бар. Энергия жұмсап жүзеге асу да дұрыс, өйткені одан басқа да
сорғылар, одан да басқа да каналдар бар. Енді оның бәрін бүйтіп қазып айтайын десем, бұл үлкен тақырып. Сондықтан пока осындай қысқа да нұсқа түсінікті болмауы мүмкін. Енді қазір айтып жатқаным жалпы осы натрий калий каналдарының жұмыс жасауының арқасында, одан да бөлек басқа каналдардың жұмыс жасауының арқасында импульстер ішке натрий толған кезде сыртқа калий шығып, импульс әрекет потенциалы пайда болады. Жалпы айтайын деп тұрған нәрсе, әрекет потенциалы пайда болғаннан кейін, ішкі баланс өзгергеннен кейін, адамның ағза ретінде клетка өзіндік регуляция жасап, ішкі натрийді сыртқа шығарып, қайта сырттан калий тасымалдайды. Яғни әрекет кезінде, жаңа ішке натрий толған кезде, сыртта калий, ішке натрий көп кіріп, калий азайған кезде осындай әрекет потенциалы пайда болады. Ал одан кейін жаймен азайып, оны басқа да насостар, басқа да сорғылар жұмыс жасап, қайтадан -70 микровольт көрсеткішке алып келеді. Әрекет потенциалы, жүйке импульсы. Нейрон қозған кезде жасуша мембранасына кернеуінде күрт секіру пайда болады. Әрекет потенциалы. Кернеу +30 микровольтқа дейін көтеріледі. Жасуша іші оң зарядталады, яғни натрий көп жиналып. Ұзақтығы шамамен 1 миллисекунд. Содан кейін мембрана 1 миллисекундта осындай заряд болады да, одан кейін тез арада қайта қалпына келеді. Яғни деполяризация, реполяризация болып жатады. Кернеу амплитудасы. Потенциалдың жалпы биіктігі әрқашан тұрақты. -70-тен +30 микровольтқа дейін, шамамен 100 микровольт. Әрі қарай түсіндіріп өтетін синапстық беріліс. Нейрондар арасында байланыс синапстық беріліс арқылы жүзеге асады. Нейронның жалпы ұзындығы, ең ұзын нейрон деп айтқаным, жаңа 1,5 метр, 1 метр, 1,5 метрге шейін деп айттым. Ал одан кейін әрі қарай нейрон басқа арасындағы қозғалтқыш нейрондар арқылы байланысып тұрады. Осы синапс арқылы қозғалтқыш нейронмен байланыстырғыш нейронмен байланысып тұрады, жалпы айтқан кезде. Нейрондар арасында байланыс синапстық беріліс арқылы жүзеге асады. Олардың ені 200 ангстрем, яғни 200 микрометр болатын синапстық саңылау бөліп тұрады. Яғни бір нейрон мен екінші нейрон арасы 200 ангстрем болады, яғни 200 микрометр. Кішкентай шел ғой, былайша айтқанда, саңылау болып тұрады. Әрбір әрекет потенциалы таратқыш заттың аз мөлшерін бөліп шығарады. Трансмиттер саңылау арқылы өтіп, келесі жасушаның рецепторлы бекітіледі де мембрана деполяризациялайды. Осы сигнал түскеннен кейін қоздырғыш постсинапстық потенциалы әрекет потенциалы тудыратын шамалы деполяризация процесі жүзеге асады. Ол 3-4 микросекунд ішінде жойылады. Сондықтан бір ғана қоздырғыш постсинапстық потенциалы келесі жасушаны белсендіруге жеткіліксіз. Яғни бұл дегеніміз, бір сигнал түскеннен кейін, жасуша қозғаннан кейін, одан кейін қайта жаймен қалпына келу барысында бір түсіп тұрған сигналда осы келесі сигнал түспей екі рет өзіне өзі қозбайды деген түсінікті айтады ғой, жалпы айтқанда. Нейронды мына суретті қарайтын болсақ, мысалы мына жасуша қозды делік, осыдан сигнал аксондар арқылы, жаңа натрий калий сорғы арқылы осындай реполяризация болып, импульс барып келіп, мынау пресинапстық, синапс алды немесе пресинапстық клеткалар, жаңағы жасуша аралық 200 ангстрем шел, сосын постсинапстық клетка, яғни осы жерде пресинапстан қозу процесі жүзеге асып, келесі нейротрансмиттерлер арқылы келесі нейронға беріп, бұл жерде де қозу процесі жүзеге асады. Және осы бергеннен кейін нейротрансмиттерлер азаяды, уақыт керек болады.
алғаннан кейін мына жерде қосу процесі болғаннан кейін нейротрансмиттерлер босап қайтадан барады. Сол барған кезде қайтадан қалпына екінші реттілік қосу процесі жүзеге асуы мүмкін емес дегенді айтып өткім келіп тұрады. Сол нейронның жалпы одан да бөлек қасиеттері бар. Бұл суммация, яғни жинақталу процесі. Егер бірінші жасуша жеткілікті импульс жіберсе, жаңағы жеткілікті импульс жіберсе, постсинапста барлығы жинақталып, келесі нейронда әрекет потенциалын тудыру үшін шекті кернеуге жетеді. Яғни бірінші нейронда келген импульс аз болса, импульс аз болған слабый болса, пресинапстан аз нейротрансмиттерлер бөлінсе, олар жаймендеп, егер жай бөлініп тұрса, оның бәрі жиналып барып, барлығы жинақталып барып қоздыруы мүмкін. Бұл жерде соны айтып тұр. Уақыттық суммация, яғни бір пресинапстық нейрон жиі уақыт жағынан бір-біріне жақын белсендірілуінен туындайтын деполяризация. Кеңістіктік суммация, бірнеше пресинапстың жасушалары бір мезгілде яғни 1-2-3 жерден келіп тұрған импульстар бірігіп бір нейронды қоздыруы мүмкін. Әрі қарай синапстық икемділік және тәжірибе. Синапстың тиімділігі тәжірибеге байланысты өзгереді. Бұл қимыл қозғалысты үйренудің физиологиялық негізі. Синапстық тиімділік бұл адамның жасаған жаттығуына несіне байланысты жалпы өзгереді. Адам жаттығу жасап барысында, бұл жерде түсіндіргісі келіп тұрған нәрсе емес, не ғой? Адам жаттығу жасау барысында жаттыққан сайын адамның шеберлігі де пайда болады. Ол жалғыз мидағы память, мидағы жаттыңды жаттап алып, танымдық процестердің жүзеге асуымен ғана емес, онымен қоса нейрон деңгейінде нейротрансмиттерлердің қандай сигнал келген кезде қалай тез қосу керек екенін, қандай сигналдар келген кезде қозбау керек екендігін анықтайтын икемділік пайда болады. Жалпы айтқанда, синапстық фасилитация, синапстық жеңілдету, яғни жүйке жолын жиі пайдалану нәтижесінде нейрон көбірек трансмиттер бөліп, жасушаны оңайырақ қоздырады. Яғни осы бір жасушаны пайдалану, бір жаттығу жасай берген сайын, содан нейротрансмиттерлер бөліне берген сайын басында аз бөлініп, немесе ұзақ уақыттан кейін бөлініп жүзеге асып, яғни біздің нейрондардың байланыстардың сигналдары дұрыс болмай жатырса, уақыт өте келе сол бір сигнал келе беру барысында нақты жұмыс жасап тұрады, жалпы айтқан кезде. Бұл жерде тағы нәрсе, бұл габитуация, яғни дағдылану. Өткен бейнероликте габитуация жайлы айтып өткен, яғни бұл ауырсыну емес сигналдарды, стимулдарды ми ауырсыну секілді қатты қабылдау, немесе гиперреакция беру, гиперсезімталдық туындаған сезімдерді жаймендеп сол стимулдарды беру арқылы сол стимулға деген жауапты төмендету. Яғни ол стимул үйреншікті стимул ретінде болып қалыптастыруы. Бұл жалғыз мида ассоциативтік жолда болатын нәрсе емес, бұл нейрон деңгейінде де жүзеге асатын нәрсе. Яғни габитуация, дағдылану, басқа жағдайларда жасуша трансмиттері таусылып, келесі жасушаға әсері төмендеуі мүмкін. Басқа жағдайларда жасуша трансмиттері таусылып, келесі жасушаға әсері төмендеуі мүмкін. Егер ол стимул қатты болмаса, қандай да бір күнделікті, мысалы отырған кезде, мысалы мен қолыма назар аударсам ғана қолымды тиіп тұрған сеземін. Бұл стимул миыма келеді, мен қолым тиген сайын бүйтіп жан-жақты қарап өзгеріп жатқан жоқ. Яғни бұл үйреншікті стимул. Бұл үйреншікті стимулдың әсер етуі жоғары болу үшін, мен назарым осыған аудару үшін, қазіргісі бұл маған үйреншікті, габитуация процесіне өткен. Бұл стимул, бұл қандай да бір ерекше сезім пайда болу керек бұл жерде. Немесе мына жерде бір өткір нәрсе тұру керек. Немесе қолым шетке тайып құлап бара жатыр керек. Немесе кедір-бүдір болып, бұрынғы үйреншікті сезім біз тегіс емес, кедір-бүдір болып тұрса, мен көңілім аудару мүмкін. Сол кезде ғана басқа стимул, немесе жоғары стимул
көбірек стимул түседі да, үйреншікті деңгейінен жоғары стимул түскен кезде ғана менің назарым аударып, не бар не жоқ, не кедергі болып жатыр деп қарауым болады. Осылай күнделікті бірдей жағдайда болғаннан кейін икемділік пайда болады және дағдылану да пайда болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңызға осымен бітті.